Добрый день, я создать книжки. Әлемдік өркениетте кітапхананың алатын орнын ешкімде жоққа шығара алмайды. Әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар. Қазіргі таңда олардың басым бөлігі электрондық жүйеге көшкен. Соның бірі Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті. Кітапханада автоматтандырылған Кабис кітапханалық ақпараттық жүйесі жұмыс істейді. Барлық жарияланымдар тізімі мен оқырмандар туралы ақпарат жинақталған. Біздің кітапханамыз негізі Кабис бағдарламасы бойынша жұмыс жасайды. Біз онда жаңа келіп түскен кітаптарды және де электронды кітаптарды енгіземіз. Студенттер сол жақтан электронды каталогтан өзіне қажетті кітаптарды және әдебиеттерді таба алады. Қазақстандық автоматтандырылған кітапханалық ақпараттық жүйесі белсенді жұмыс істейді. Алайда Кабиспен таныс емес білім алушылар да бар. Хату студенттерінің арасында бұл ақпараттық жүйе енді танылуда. Про Кабис я впервые слышу, но, возможно, в будущем я буду ее использовать. Кабис электронды форматын қолданамын, оны қолдану өте тиімді деп ойлаймын. Мен әлі Кабис деген ұғыммен таныс емеспін, оның не екенін де білмеймін. Мен Кабисті бірінші курста пайдаланған, ішінен кітаптардың бәрін алатын едім. Мен Кабис электронды порталы жайлы жақында ғана білдім. Алдағы уақытта өзім жеке тәжірибемде қолданып көремін. Хату кітапханасында барлығы 193 мың кітап бар. Оның 97 мың жарияланымы электронды форматта сақталған. Кітапхана қызметкерлерінің айтуынша студенттер арасында программалауға арналған және мотивациялық кітаптар көп сұранысқа ие. Жаңа әдебиеттерді насихаттау мақсатында кітапхана ай сайын көрмелер ұйымдастырады. Оқулықтардың басым бөлігі шетелдік баспалардан әкелінген. Біздің кітаптарымыздың 90% шет елден алынады. Мысалы, Интерпресс, Макмиллан, Шпрингер, Focal Press, Pearson, бәрімен үнемі байланысты боламыз. Кітапхана онлайн форматын дамытып жатқанымен арнайы келіп, кітап оқитын студенттер аз емес. Көпшіліктің осында қалуы кітапханадағы ерекше атмосферасымен тікелей байланысты. Бірі сабақ оқыса, екіншілері түрлі әдебиетке көз жүгіртеді. Рухани мәдениеттің ордасы, яғни кітапхана ешқашан мәні мен маңыздылығын жойған емес. Кітапханашы да осы киелі орданың мәртебелі иесі болып қала бермек.